Сабағымыз басқартқыштар мен ребустар дейді. 53-ші сабақ. Бақта не өсіріледі және бақшада ші дейді балалар. Бақшада алма, алмұрт өсіріледі. Ал бақшада болса қызанақ, қияр, перец өсіріледі екен. Мына жерде қараңыздар балалар. Мына жерде санап көрейік қатар тұрғаннан. 3 перец бар екен. 3 қияр бар. Сонда бұл жерде не кем болып тұр? Әрине қызанақ кем болып тұр балалар. Келесі сабақ балалар. Суреттер қалай орналасқан? Бос шаршыға қай көкөністер қою керек дейді балалар. Санайық 1, 2, 3. 3 орам жапырақ тұр. Ал мына жерде қараңыздар, 1, 2, 2 баклажан тұр. Сол кезде мына жерге бос орынға 1 баклажанды қоямыз. Ал мына жерде қызылша тұр. 1, 2 қызылша, үшіншісі мына жерде тұрады балалар. Келесі сабағымыз балалар, 3-ші сабақ. Барлық бағыт бойынша сандардың қосындысын тап. Бос орындарға тиісті сандарды тап дейді. Балалар, мына екіншісінде 3, 4, 2 болып тұр. Мына жерде сол кезде не жоқ? 4, 2, 3 деп тұр бұл жерде. Мына жерде бос орындарға 4, 3, 2 қоямыз, қараңыздар. Мына жерде 3 деген сан жоқ, 2 деген сан жоқ. Ал мына жерде 2 мен 1 тұр, сол кезде 3-ті қоямыз. Мына жерде 3 пен 1 тұр, нені қоямыз? 2-ні. Мына жерде 2, 1 болып тұр. Олар түсіндіңіздер ма? Математикалық ребустарда қандай сандар жасалған тап дейді балалар. Міне. Балалар 2, 2-ні қосса қанша болады? 4 болады. Сол кезде 4. Асқабақ тұр мына жерде. 2 қосу 2 қанша болды? Мына жерде 2 қосу 3. Мына жерде 2 тұр. Міне. 5 шығу үшін 2 асқабақты қойып қойдық. Мына жерге 2 шықты. Мына жерде 5 шығу үшін қаншаны қоямыз? 3-ті қоямыз. Сол кезде 5 шығады, көрдіңіздер ма? А мына жерде қанша асқабақ болды? Міне. Мына жерде 2 асқабақ болды балалар. Мына жерде қанша болды? 3 болды. Сол кезде қанша шықты? 5 шықты балалар. Міне. 5 сан шықты. Көкөністерді себеттері қалай салуға болады дейді балалар. Мына жерде 10 болып тұр, сол кезде міне былай орналастыруға болады. 5 сол кезде 10 килограмм шықты. Ал мына жерге 9 килограмм шығу үшін мына жерге 3 себетке бөле саламыз. 3, 3, 3-тен балалар. Сабағымыз аяқталды. Егер менің каналымды тіркелмесеңіздер, тіркеліп кетіңіздер балалар. Түсінікті ма бары балалар?